Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін мынандай өте қызық оқиғаны оқыдым және сіздермен бөліскім келді. Шайтанның сыйлығы деген. Бір діндар, өте діндар кісі, біздің тілмен айтқанда, яғни тақуа әйел кісі, жағдайы қиын болып, тіпті бала шағасын тамақтандыратын тағам таппай радиоға хабарласады. Радиоға хабарласып, өзінің қазір өте қиын жағдайда болғанын және қиын жағдайда қарамастан Аллахқа шүкір ететінін жеткізіп айтады. Сонымен оны естігендердің ішінен бір атеист оны естіп, оны мазақтау мақсатыменен жаңағы әйелдің адресін, атын, бәрін біліп, хатшысына айтады. Бұған ең қымбат продукт тағамдарды сатып алдағыны апар. Және оған оны шайтанның әкелгенін айт дейді. Мен хатшысы оның айтқанындай ең қымбат еттерді, сыр тәттілерді бәрін сатып алып апарады. Апарып жаңағы әйел кісіге береді. Әйел кісі сондай қатты қуанады, Аллахқа шүкірін айтып, көздері жасқа толып Аллахқа шүкірін айтады тағына. Содан жаңағы қыз соңында сұрайды: сізге қызық емес па, бұның кім сізге бұны кімнің жібергені дейді. Сосын жаңағы әйел жауап береді: жоқ дейді, ол маңызды емес. Егер Аллах тағала қаласа, тіпті шайтан да оның әміріне бойұсынады дейді.